Сәлем достар, мен 2 күннен бері Қырғызстандамын. Тянь-Шань трейлға, тау жарысқа қатысуға келдім. Және осы эпизодта қалай өткенін, бұл тау жарыстың қанша ақша жұмсаған, кіммен келгендігім туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. I never answer to no, man, I still go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. 3 километра пробежит. О, классно! Айбар зовут. Айбар, да? Побили вашу карту. И все. Кто не знает, в этом автобусе Home Run плюс шатная тим. Камеру видео сразу. Мы ждали этого момента. Просто все весело было, хорошая компания. Так, достар, біз әлі жетпедік. Автобустардың бәрі жиналып, қазір шекарадан өтеміз, келгендеміз. Ну, правильно. Ну, а через Y просто сделали. 10-е, да. Палаткамды іздеп жүрмін. Міне біздің 2 күнде тұратын үйіміз. Жень, чё, қалай? Привет. Классно. В палатках есть муравьишки. Я думала, ты скажешь, у нас есть там душ, туалет. Этих. Муравьишки. И муравьишки. Кто в гордом одиночестве? Хочешь ты, хочешь я, хочешь Жанна. Можем вместе с тобой. Можешь вместе с Жанной, выбирай. А мне без разницы. Кто хочет? Знаешь, вот у нас прям всем, реально вот прям всем комфортно. Нормально, да. Я и говорю, вы... Мына көліктермен біз де келдік, әлі келіп жатқан адамдар бар. Киіз үйде тұратын болсаң баға басқаша, палаткада тұратын болсаң баға басқаша. Мен бұл жарыста киіз үйде де тұруға мүмкіндіктің барын білмеппін, бірақ білмеген дұрыс бопты, палаткада тұрған ұнады. Сонда да Home Run жігіттерінің палаткасына қонаққа кіріп шықтым. Жігіттер шикуют, да? Кіре берсем болады ма? Там свет. Ой, у вас даже это, да, печка есть. Киіз үйде 2, 3, 4 адам жатуға болады екен. Бір ұнаған жері киіз үйде кәдімгідей үлкен санузел бар, туалет іште, душевая кабинка іште, фені бар, полотенцалары бар, өте ыңғайлы. Желді естіп тұрсыздар ма? Тамақ ішетін жеріміз біздің асхана. Классно! Сейчас я вас сфотаю, подождите. Или в моем блоге Ахмарал тоже, Так, чтобы Ахмарал, было. а почему ты не шатный тип? Там уж
отдыхайте, веселитесь, бегайте. Так, біз мафия ойнауға келдік. Не спится нам. Там 9. Это 2 голоса. Один голос выдвигает под номером 7. Осы палаткада бір күн түнеп шықтым. 1 сағаттан кейін біздің забег басталады. Мен өзім 10 километр жүгірем, және менімен бірге келген Шатная Тим қыздары 21 километр жүгіретін болады. Түн кішкене мазасыз болды, жел тұрды. Мына төбе жағымызда бізде арықтан су ағып жатыр, соның дыбысы естіліп тұрды. Сондықтан түнде бір керемет ұйықтай алдым деп айта алмаймын. Бірақ алғашқы уақытта тауда қонғанда немесе осындай жерлерде қонғанда бұл қалыпты жағдай деп айтады елдер. Сондықтан енді бүгінгі түнде жақсырақ ұйықтаймыз деген ойдамын, себебі жүгіреміз, одан кейін жаңағы иығымыздан жүгіміз түсіп, ләззат алсақ болады, мүмкін жақсырақ демалатын шығармыз. Палаткалардың құны біздің жаңағы all inclusive-тің құнына кірген. Мысалы, біз қатысу үшін $120 көлемінде ақы төледік. Соның ішінде 3 мезгіл тамағымыз, осындай жердегі палаткамыз, және палаткада бір жақсы жері көрпешек, каремат бәрі бар. Ыңғайлы палатка, өте биік, жарық, таулы аймаққа ыңғайсыз, бірақ осындай жазық жерлерге өте ыңғайлы, күшті палатка екен. Енді забегтен кейін кездесеміз. Так, значит, первая необходимость, средство первой необходимости быть красивой, зависимо от ситуации. И вот, и все остальное надо распихать. Да. Очень круто и спортивно смотреться, надо только смотреться. А вообще, ты вот чувствуешь уже груз? Нет. Нет? Ну это же Рита. Какого ответа я не ожидала? Да. Мощная Рита, номер 199, финишер. Десятки. Так, что еще? Стаканчик куда-то цеплять надо бы. Да, туда можешь. Куда? Вот сюда. А, вот. Акмарал, лучше мой рюкзак, короче. Да. И спонсор нашего забега — Нутренд. Хороший заряд утренней бодрости. Плечи! Работаем плечами. Так, боевой настрой, Шатная Тим. Девочки, удачи! Не заставляйте меня долго ждать на финише. Так, 42 мен 21-де бір жүгіріп кетті. Через 300 метров. Пока-пока! Молодцы, чуть-чуть осталось. Алга!
забегайте. Давайте, давай. Жанна, ура! Жанна, давай, давай, давай! Давай, Жанна, давай! Че, Жень, хороший результат? Ты в десятке лучших. Тянь-Шань трейл өз мәресіне жетті. Біз қыздармен межелі мөлшердегі өзіміздің дистанцияларымызды жүгіріп өттік. Жалпы бұл трейл 2018 жылдан бері өткізіледі. Пандемияға байланысты бір жыл үзіліс болды, және міне 2022-де кезекті жарыс өтті. Бұған 300-ге жуық адам келді. Соның ішінде 227 адам 42, 21-де 1 және 10 километр, 3 километр дистанцияларды өткерді. Трасса өте керемет, таулы, сулы, басында жүгіргенде сәл қиындау болды, бірақ кейін құрбыларымен де талқылағанда көбісінің айтқаны қайтар жолда ерекше күшпен, эмоциямен бұл қашықтықты өткеріпті. Келесі жылы жазыламыз десеңіздер ақпарат болатын шығар. Ал бүгін кешке ойын-сауық бағдарламасы бар, және бұйырса ертең елге, Алматыға қайтамыз. Бежали 21,1, в топ-30 все, Женя в топ-10. В общем, молодцы. Помните, что мы вчера делали? Сегодня мы обязаны это повторить. Поднимите правую руку, поднимите левую руку, положите себе на голову правую, левую на голову соседу, погладьте, скажите: мы все молодцы, мы сделали это! Ну же, громче, громче овации, друзья! Моменты призерам, друзья! Вы знаете, я хочу пожелать, чтобы на следующий год было в 2 раза, в 3 раза больше. Мы с Еленой общаемся и говорим об этом, и будем думать над тем, чтобы это был просто мега международный проект нашей страны. Шингис также у нас выигрывает поездку на озеро Хельсу, да, но сертификат мы предоставим тебе в электронном виде, Шингис. Ольга, 3-е место! Аккуратно. Ну что ж, также отмечу, что так держится. Это просто невероятно, друзья. Наши овации, аплодисменты. Абсолютным чемпионом в этой категории с результатом 3 часа 18 минут становится Байметов Ертов! Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system.